Сәлем қыздар, бүгін бізде өте танымал рецепт, өте танымал десерт, ол ағуыздан жасалған рулет, яғни меренговый рулет. Өте дәмді шығады. Ал кеттік. Ол үшін бізге 180 грамм қант пудрасы, крахмал кез келген үлкен ас қасықпен және 3 ағуыз қажет. Ағуызды дайындар алдында міндетті түрде қараңыз, ішіне жұмыртқаның сарысы түсіп кетпеу қажет. Себебі түсіп кеткен жағдайда біздің ағуызымыз көтерілмейді, яғни шықпай қалады. Ағуызды миксермен араластыру барысында осындай көпіршіктер пайда болады. Келесі енді қант пудрасын үлкен ас қасықпен бөліп салу керек. Яғни біреу салдыңыз және араластырасыз. Келесісін және тағы да араластырасыз. Себебі барлығын салып жүрсеңіз, толық араласпай қалуы мүмкін. Келесі крахмал саласыз, тағы да араластырамыз. Лимон қышқылынан 4-5 грамм салсаңыз жеткілікті. Араластыру барысында қою түрге келеді. Яғни егерде сіз дайындап отырған ыдысыңызды көтерсеңіз, ол төгілмеу керек. Ол деген сөз меренгіміз уже дайын болды деген сөз. Мен противенің үстіне су септім және оның үстіне пергаментті қағаз қойдым, себебі қатты ары-бері қозғалып кетпеу үшін. Ал енді меренгені дайындаймыз. Қалыңдығын қатты жұқа жасамау керек, 2-3 мм болса болды. Және осы уақытта сіздің пешіңіз 180 градуста қызып тұру керек. Менің пешімде 22 минутта пісіп шықты. Рулетке нәзік және өте дәмді, тәтті дәм беру үшін мен құлпынайды қолданамын. Сіз әрине кез келген жидекті, жемісті қолдансаңыз болады. Ал енді кремге көшетін болсақ, оған 33% клей қажет. Ол 200 мл. Көз мөлшерімен алдым, одан артық қажет емес. Және миксерді алдын ала мұздатқышқа қойдым. Екеуі де өте суық болу керек, себебі екеуі де суық болмаған жағдайда онда креміміз шықпай қалады. Мен 100 грамм қант пудрасын қостым. Сіз әрине өзіңіздің тәттіні қалай жақсы көретініңізге қарай қоссаңыз болады. Одан көп болмаса одан аз деген сияқты. Крем одан да дәмі өте керемет шығады. Ал енді кремді жағып шығамыз.
Ал енді кез келген жидекті, жемісті саламыз. Өте жақсы дәмді береді, өте нәзік болып шығады. Бұл жерде менде қалай орау керек жайында видеом түспей қалды. Сол себепті сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Өте нәзік болып шыққан рулет міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.